Мұқағали Мақатаев. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әр асты. Байлық емес пе? Керегінше кие бішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан гөрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той-тойлау. Ісің болмай күйбең менен, қарын тойса карта ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жармен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, сол да оған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Мұқағали Мақатаев. Өкінбеймін. Өштім деп өкінбеймін, жыламаймын. Жыласам да жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтейін, тағдырым бер құралайдың. Тағдырым бер, тағдырын құралайдың. Қашан атып алғанша құламаймын. Сусындатып тұп-тұнықтау бұлағы, жанарымда жайнаған тұнадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын. Сыңсыған орманмен сырласамын. Қарауылға іліксем ілігейін, құзғынға ұқсап келмейді мың жасағым. Өштім деп өкінбеймін, қайғырмаймын. Өткен өшті, енді оған қайғырмаймын. Қыранда, құралайда болмақ емен, атымнан адам қойған айнымаймын. Арпалысып жүргенде өмірменен, қай-қайдағы әкетпес көңілдеген. Өлсем өлем өзімнің жерімде мен, қалсам қалам өзімнің елімде мен. Жыламаймын, сондықтан көңілденем. Бай-бай өмір, өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарт еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Бай-бай өмір, өтесің-ау бір күні, болмағандай жүрмегендей сенде біз. Кетеміз-ай пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз. Кету үшін келген біз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қанын кеуіп қаталаған кезінде, сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда, даладан-ау, бәрі бізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Осы челленджімізді тілдер кафедрасына жолдаймыз.